Армандағы демалысқа қош келдіңіз. Туристер жоқ, шексіз мұз, жаңа шикі балық және өте аш ағаю. Мұнда тек бір ғана ереже бар. Егер мүмкін болса, аман қалуға тырыс. Арктикада Овергор есімді ұшқыш апатқа ұшырайды. Ер адам орасан зор мұзды шөлдің ортасында жалғыз қалады. Ол жақын арада құтқару тобы тауып алады деген үмітпен тірі қалуға тырысады. Овергор мұз кесегіне сыз сигналын қалдырып, сынған ұшағына оралады. Ол аштықтан өлмеу үшін балық аулауға арналған қолдан жасалған қармақтарды орнатады. Бұл оның Арктикадағы жалғыз тамағы, бірақ аш қалғаннан гөрі балық жеген жақсы. Біздің кейіпкеріміз ұшағының бортында түскі ас жеді. Балық шикі және дәмсіз, бірақ оның таңдауы бар ма? Овергор өзінің апаттық маягі арқылы құтқару сигналын беруге тырысады, бірақ бірде-бір құтқару станциясымен байланыса алмайды. Оған қарамастан, ер адам құтқарылуға деген үмітін жоғалтпайды. Ол Арктиканың қарлы мұздарын кезіп, содан кейін ұшағына оралады. Овергор аяқтарының қатты үсігенін көріп, оған медициналық көмек қажет екенін түсінеді. Ол аздап жылы болу үшін ұйықтайтын қапқа оранып, бортта ұйықтайды. Келесі күні біздің кейіпкеріміз шағын шұңқыр қазады. Көп ұзамай қарлы боран басталады және Овергор қармақтарын тағы бір рет тексереді. Ол мұздан үлкен іздерді байқайды. Бұл ағаю сияқты. Ер адам дереу ұшағына қарай жүгіріп, ішке құлыпталады. Онда мұндай жыртқышпен күресуге қолайлы қару жоқ. Бірақ ұшақта үнемі отыруға да болмайды, өйткені біреу естиді деген үмітпен үнемі құтқару сигналын беру керек. Овергор ойланып алысқа қарайды. Алдында бірнеше биік қарлы төбелер орналасқан. Мүмкін, егер сонда көтерілсе, байланыс сигналын ұстап қалуға болады. Екінші жағынан, ол жерге жету жолы ұзақ, ал жақын жерде аш аю кезіп жүр. Овергор ұшақтың жанында қалуды шешеді. Мұнда әлдеқайда қауіпсіз, бірақ күндер өтеді, ал көмек әлі келмейді. Бірде оның сигналдық маягында жасыл сигнал жанады, бірақ сол сәтте қайтадан қарлы боран басталып, байланыс үзіледі. Кенеттен Овергор жақын жерде тікұшақты байқайды. Ол назар аударту үшін сигнал отын қолданады. Қатты айқайлап көмек сұрайды. Ер адам жылап күледі. Оны ақыры құтқаратынын түсінеді. Бірақ кезекті апат орын алады. Қарлы боран мен қатты желдің салдарынан бұл тікұшақ бағытынан ауытқып, ол да апатқа ұшырайды. Овергор апат орнына қарай жүгіреді және тікұшақтың жанып жатқанын көреді. Ұшқыштардың бірі тіршілік белгісін көрсетпейді, ал екіншісі жас әйел тірі, бірақ есін білмейді. Ол қатты жараланған сияқты. Овергор оларда алғашқы медициналық көмек қобдишасы бар жоғын білуге тырысады, бірақ әйел ештеңе жауап бермейді. Біздің кейіпкеріміз оның ішіндегі жараны жабу үшін степлелерді қолданады. Таңқаларлығы, бұл әйелге тіпті ауырмайды. Овергор оған таңғыш салып және шаршағандықтан қасына ұйықтауға баратын. Таңертең біздің кейіпкеріміз оның пульсін тексереді. Әйел есін жимаса да әлі тірі. Овергор тікұшақтың бортынан бірнеше құрал-саймандардың, аз ғана тез дайындалатын тағамдардың, сондай-ақ карта таба алатын. Ол құрғақ кеспе жейді және бақыттан жылап жібере жаздайтын. Ер адам тікұшақта екі адамның тірі қалғаны туралы белгі қалдырып және қолдан жасалған шананың көмегімен жараланған әйелді ұшағына сүйретін. Мұнда әлде қайда жылырақ және қаупі аз. Овергор оның құжаттарын тауып және оған су беретін. Ер адам онымен қайта сөйлесуге тырысатын, бірақ әйел ештеңе жауап бермейтін. Ол тірі екенін және түсінікті көрсететін үшін қолын қатты қыса алатын. Бірнеше минуттан кейін ол қайтадан есінен танатын. Овергор қайтадан қираған тікұшақтың орнына қайтып баратын. Ол мұнда пайдалы нәрсе табуға тырысады. Біздің кейіпкеріміз тастардан шағын мұнара салып, тікұшақтан бірнеше қосалқы бөлшектерді алады және тіпті жұмыс істейтін оттықты табады. Бортта Овергор өзімен бірге алып кететін фотосурет бар. Ер адам жүк бөлімінен шананы тауып, оларды да ұшаққа алып кетеді. Әйел әлі де ес-түссіз. Овергор оның қасына тікұшақтағы фотосуретті қояды. Бұл оның отбасының суреті. Біздің кейіпкеріміз оның жарасын жуып, таңғышты ауыстырады. Оттықтың арқасында ол отты жандырып, ақыры қолдарын жылыта алады. Овергор табылған картаны зерттейді. Солтүстікте метеостанция орналасқан екен, бірақ оған бірнеше күн жүру керек. Ер адам жаралы әйелмен бірге бұл жолды еңсере алмайтынын түсінеді. Біздің кейіпкеріміз үлкен балық аулап алады және ол қуана күледі. Овергор одан балық сорпасын дайындайды. Өзі ләззаттанып жейді және жаралы әйелді тамақтандыруға тырысады. Ол мұны кеспе қосылған арктикалық форель екенін мақтанышпен хабарлайды. Жаңа күн туады. Овергор тағы да құтқару сигналын беруге тырысады және жауап ретінде тағы да тек үнсіздік естіледі. Ер адам жаралы әйелге қамқорлық жасауды жалғастырады, алайда оның жағдайы жақсармайды. Ол құтқарушылардың жақын арада
келетініне уәде береді, бірақ өзі бұған енді сенбейді. Оның күші біртіндеп азайып барады және шұғыл медициналық көмексіз ол ұзақ уақыт шыдамайтыны айқын болады. Бірдеңе істеу керек. Овергор қайтадан картаға ойланып қарайды. Содан кейін ұшақтан шығады. Ол қауіпті шешім қабылдайды және жолға жинала бастайды. Біздің кейіпкеріміз әртүрлі құралдарды, суды және азық-түлікті жинап, жаралы әйелді шанаға жатқызады. Ұшақта жазба қалдырып, солтүстікте орналасқан метеостанцияға аттанады. Бұл өте ауыр, қауіпті және ұзақ жол. Әйел есін жимайды. Овергорға өте қиын. Ол үнемі демалуға және картамен тексеру үшін ең оңтайлы маршрутты таңдау үшін алға қарай өз бетінше аздап жүруге мәжбүр болады. Бірнеше рет ер адам қашықтықты ұлғайтуға мәжбүр болады. Өйткені жаралы әйелмен шананы тікелей сүйреп өту мүмкін емес жерлер бар. Түн болады және олар қалың мұз қабатымен жабылған шағын тас үңгірге тығылады. Таңертең олар қайтадан жолдарын жалғастырады. Көп ұзамай қайтадан қарлы боран басталады. Қатты жел мен қардың салдарынан Овергор әрең алға жылжиды. Ол үмітсіздікпен картаға қарайды. Метеостанцияға дейінгі жол әлі де өте ұзақ, бірақ берілуге болмайды. Овергор жолында үлкен тас кесектерін көреді және олардың картада жоқ екенін түсінеді. Бұл оның маршрутын қайта өзгертуге тура келетінін және жолға одан да көп уақыт кететінін білдіреді. Сонымен қатар шананы тік беткейлермен көтеруге тура келеді. Бұл қиын және өте қауіпті. Бір қате қозғалыс және олар екеуі де төмен құлап кетуі мүмкін. Овергор шаршағандықтан жерге құлайды. Бұл жол оған шексіз болып көрінеді. Кеш батқанда Овергор кезекті тас үңгірді табады. Оған жаралы әйелмен шананы итеріп кіргізеді. Өзі кіріп, оларға кешкі ас дайындайды. Әйелдің тамақ жеуге күші жоқ, ол тіпті аузын аша алмай. Овергор оған су беруге тырыса. Кенеттен сырттан біреудің ақыруы естіледі. Бұл ағайын. Жыртқыш дәмді түскі ас ішу үшін ішке кіруге тырыса. Овергор аюы қорқытып, оны кетуге мәжбүр ету үшін сигнал отын қолдана. Бақытымызға жыртқыш шынымен де бұл жерден кетеді. Таңертең Овергор үңгірден шығады және аюдың еш жерде жоқ екенін көріп, жаралы әйелмен бірге жолын жалғастырады. Ол тағы да қарлы боран арқылы өтуге мәжбүр болады. Ер адам мұндай ауа райында әрі қарай қозғалу мүмкін болмағандықтан аялдама жасады. Боран аяқталған кезде ол ұйықтайын қабынан шығып, жолын жалғастырады. Овергор саусақтарының қатты үсігенін көреді. Кезекті аялдама кезінде ол өзін және жаралы әйелді жылу үшін от жандырады. Әйел енді қолын қыса алмайды. Овергор оянғанда оның аузының бытынан қан тамшыларын көреді. Бұл қатты өкпе қабынуының нәтижесі. Содан кейін Овергор оның жарасын тексереді және іріңді көреді. Ер адам бұл әйелдің аман қалмайтынын шешеді. Ол қолын салып, оның қолын енгізеді. 1 минуттан кейін Овергор әдемі мұзда басқан гүлге назар аударды және сол сәтте мұзда шатқалық құлапы кет. Ер адам есін жиғында, ол төзімсіз ауырсыну сезінеді. Ол аяғының ашық жарқатын алғанын түседі. Біраз уақыт ол қарде жатады, бірақ содан кейін үлкен қиындықпен, көз жасымен және айқайламен бұл шатқалдан шығады. Әр қадам төзгісі азыда ауырсынумен бірге жүреді, бірақ ол әлі де берілуге дайын емес. Өмір үшін жанқиярлықпен күреседі. Біздің кей пирамазыда жарелі, елі әліда тегесі тап кеткен жеріне ауралы еді. Овық оның екі сәні жегенін бірі ектеді. Баплық ойықте бірінші пірете олап біпане сәлемеден еді. Овық оны түресі тап кетпек болғайны үшін қатты уеледі. Алғы жылапын, оныдан кіршіпінім.